Айта кетемін, міне солнечный панель, контроллер, инвертор, бағана мен айтқанда инвертор қоясыздар, аккумулятор. Ну там 100 ампер милличас деген аккумулятор қойсаңыздар, бір екеу жетеді. 60-тық бар. В общем, 4 осындай аккумулятор қойсаңыздар, мына үйдің полный светін жағуға болады. Осындай инвертормен, мынандай 1,5 ваттық инвертор қоюға болады. Үйдегі барлық освещениені жалғайсыздар. Мына осылай. Кейін полный құраған кезде бәрін жазамын. Негіз қолмен мини электростанция, солнечный электростанция жасауға болады. Чем сатып алсаңдар қымбатқа түсіп кетесіңдер. Сатып алсаңдар, мысалы примерно магазинде сатып алып, миллионға кеп істеп беру, орнату бәрі миллионға. А сіздер мысалы қоятын болсаңыздар, қолмен жинап қоятын болсаңыздар, мұнан бір Қытайдан 4,5-5 мың теңге, келуі бар 7 мың теңге. Екі панелі бар. Панель сатып аласыздар обязательно Қазақстаннан. Арзанға да табуға болады, OLX-та жетеді. Инвертор аласыздар обязательно. Оның бәрін жинап, примерно бір 100-150 мыңға полный жинап тастауға болады. Кейін бәрін құрам, сөзді досконально айтам сіздерге.